Құрметті құс сиыр қауым дейтін едім, енді ешкі сиыр қауым бола ма? Мынандай ешкі алып, ешкі бағайын деп жатырмыз енді. Әлі есің кетсе ешкі бақ деймі? Ешкі деген енді малы жақсы ғой, өздеріңіз білесіздер, сүті бәрі, еті де бәрі пайдалы, жалпы мал ұстаған жақсы. Енді мынау ойда жоқта осындай ешкілі болып қалдық. Осы ешкіні енді бағу керек болып тұр. Көрейік, бұрын соңды ұстаған жоқпыз. Бала кезімізде әжелерімізде болды. Бұлай есін білеміз енді ешкінің. Но енді өзіміз ұстап көрейік. Осындай жасқа келгенде мына ешкі ұстап балаларымызға таза продукты бергіміз келіп жатыр. Бір-екі күн болды осы ешкіні алғаныма. Енді информация жинап жатырмын, қарап жатырмын. Сұлы овесті жақсы көреді дейді. Овесті да алдық, беріп жатырмыз. Жақсы тарсылдатып жеп тұр. Бүгін рулон алдым. Рулон шөп жақсы екен, көршім сататын еді. Әлгі алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп, жақын жерден көршімнен рулон алдым. Рулоны жақсы екен. Ошым жақсылап жеп жатыр енді шөпті. Суы бар, овесті жеді, азғантайлап берді. Сол азғантайлап 100 грамдап, 200 грамдап беріп жатырмын. Мына енді үстіндегі сарысы не десеңіздер, мен бұған дейінгі жаңағы ұстаған баланың тауық қорада тауықтармен бірге жүр екен, соған лампочкеге жүні күйіп қалыпты, қызыл лампочкеге. Ақыры жылу іздеген ғой, енді салқын болған шығар. Шыбыш 6 ай деп берді. Бірақ 6 айға кішкене ұқсаңқырамайды енді. Кішкене өспей қалды ма, әлде витамин аз болды ма, әлде шөп бермеді ма, әлде сүт аз емді ма, қайдан білейін. Кішкене бір сондай нюанстар болған сияқты. Шыбышым кішкентайлау. Бірақ енді білетін адамдарға көрсетіп қарадым. Аузында тістері вроде түгел, соған қарағанда 6 айдың шамасы бар сияқты. Значит, где-то 22-нің бұлар июльскийлер. 2022-нің июлінде туғандар сияқты. Екеуі де ұрғашылақ. Енді сіздермен бірге өсіріп көрейін деп жатырмын. Ақыл кеңестеріңіз болса, жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар. Мынау менің Маруськам мен Люськам. Құлағымда сырғасы бар Маруська. Сырғасы жоғы Люська. Мынау Маруся деген тентек. Люськаға жегізбейді, сүзіп, итеріп, кәдімгідей әлімжеттік жасап тұр. Пысықтау енді міне құлағында сырғасы бар Маруська. Че, Маруська, смотришь на меня? Вот Маруська. Мынау дөңгелектің ішіне қойып қойғам, суын құлап кетпесін деп. А то бұған дейін шелек түрет, шелекті аударып тастапты. Ничего, жайлап үйренеміз ғой енді қалай ететін. Енді мына жем табағында да сондай дөңгелектің ішіне салып қою керек сияқты. Аударып тастамас үшін. Заман тыныш болсын, бағымдарымыз көп болсын, берекесін берсін. Сау, саламатта болыңыздар. Пока жаңалық осы, жаздан бері түсірмеппін видеоны. Тауықтарым Аллаға шүкір өсіп жатыр. Тауықтарым бар. Барковскийларым бар, Ломан Браундарым бар. Нормально. Заман тыныш болсын, аман болайық.